Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі 2-ші сынып 8-ші сабақ атамұра баспасы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы и және қысқа и әрпінің жазылуы. Бүгінгі сабақта сен и және қысқа и әрпінің жазылуы емлесін білетін боласың. Олай болса каналға жазылуды ұмытпа, сабағымызды бастайық. 29-шы жаттығу. Суретке қарап өлеңнің не туралы екенін айт. Мен тиын, қыста жылы киініп, қоймам толы жаңғаққа, іші жылы үйініп, Нұрқан Жанаев. Балалар, бұл өлеңде не туралы екенін біз оқымай-ақ суретке қарап біле аламыз. Әрине, бұл тиын туралы. Бұлай болса, тиын туралы не білдік? Тиын сүйкімді әрі қызық құмар. Тиын жерге түскенді ұнатпайды. Тиын 30 шақты түрі бар. Тиын орманда далада өмір сүреді. Тиын туғанда тіссіз туады. Тиын табиғатқа пайдалы жануар. Тиын тазалықты жақсы көреді. Тиынның тістері мықты әрі берік. Өмір сүру ұзақты 8 жылға дейін. Яғни біз тиын туралы бірнеше мәліметті игердік. Сонымен қатар тиын есту көру қабілеті жақсы дамыған жануардың қатарында екен. Өлең мазмұны бойынша қойылған сұрақтарды жалғастырып көр. Бізге 2 сұрақ берілген. Әрі қарай өзіміз жаңағы алдында қараған мәліметтерге сүйене отырып сұрақтар құрастырамыз. Өлең не туралы? Бірінші сұрақ. Өлең тиын туралы. Тиын қыста қалай киінеді? Тиын қыста жылы киінеді деп жауап береміз. Келесі сұрақ өзіміз құрастырамыз. Тиын ініне не жинайды? Тиын ініне жаңғақ жинайды. Төртінші сұрақ. Тиынның іні қандай? Тиынның іші жып-жылы жаңғаққа толы деп жауап беруге болады. Мына тиынды сипаттап жаз дейді. Мына тиын қандай? Оның құйрығы ұзын. Тиын сүйкімді әрі қызық құмар жануар. Тиынның құйрығы ұзын болады. Тиынның тістері мықты әрі берік болады. Тиынның түсі қызғылт сары, қоңырқай болады деп жауап береміз. Енді тиын сөзіндегі немесе и және қысқа и әріптері дауысты немесе дауыссыз екенін осы құрастырған мәтіннен анықтай аламыз. Тиын деген кезде біздің и дыбысымыз дауысты, себебі дауыссыз дыбыстан кейін тұр. Сүйкімді деген жерде қысқа и келеді, себебі ол дауыссыз, дауысты дыбыстан кейін тұр екенін анықтадық. Олай болса, мына ережені есіңде сақта. И ол дауысты. Ал егерде жоғары жағында қалпақшасы болатын болса, оны біз қысқа и дейміз, ол дауыссыз дыбыс. И әрпі сөз басында және дауыссыздан соң жазылады. Мысалы, жиек, би, ит. Иса. Ал қысқа и әрпі дауыстыдан кейін жазылады және ол дауыссыз болады. Мысалы, мойын, мүйіз, ай, қайық. Сонымен и және қысқа и дауыс дыбыстарына мысал келтірейік. Сөз басында сөздерде кездеседі. Дауыссыз дыбыстан не болатын болса, сиыр, қиын, тиын. Бұл жерде и дыбысында кездесетін сөздердің бәрі дауысты болып тұр. Енді дауыссыз иға қарастырайық. Дауысты дыбыстан кейін келеді. Сөздің басында келмейді. Мойын, қайық, сыйлық сөздерінде дауыссыз дыбыс қызметін атқарып тұр. И сөздің басында тек кейбір сөздерде ғана келеді. Көбінесе келмейді. Мысалы, йод және имен сөздерде кездеседі екен. 30-шы жаттығу суреттерге қарап, балалардың не істеп жатқандығы туралы әңгімелейді. Бірінші суретте бала, қыз бала анасынан гүл сыйлап жатыр. Екінші суретте ұл бала сурет салып отыр. Үшінші суретте бала аяқ киімін тазалап отыр. Яғни осы туралы сен әңгіме құрастыра аласың. Ереже. И дыбысының алдында естілгенімен олар жазылмайды. Киім, қиын, жиын. Мысалға, 32-ші жаттығуға қарайық, сөздердің қатесін тауып түзетіп жазайық. Мысалы, тақия деген кезде дыбысы естіледі. Киім дегенде дыбысы естіледі. Әшекей дегенде естіліп тұр. Көйлек, жейде, сақина. Осы жерде дыбыстар естілгенімен олар жазылмайды. Мысалы, тақия деп жазылады. Киім деп жазылады. Әшекей қысқа имен аяқталады. Көйлек өден кейін қысқа и. Жейде бізде қысқа и және сақина дегенде дыбысын алып тастаймыз. Сонда бұл сөздердің қатесін тауып түзетіп жазған боламыз. Дұрыс сөздерді жазып ал.
33-ші жаттығу шығармашылық үзіліс деп аталады. Ерекше сыйлық тақырыбында тірек сөздер пайдаланып әңгіме құрастыр. Бізге сыйлық таңдау, кітап сыйлау, айдос, қуану деген сөздер берілген. Осы сөздерге әңгіме құрастыруымыз керек. Бұл әңгіменің тақырыбы ерекше сыйлық. Мысалы, мен мынадай етіп құрастырдым. Мен бүгін досым Айдосқа ерекше сыйлық жасағым келді. Менің таңдауым кітапқа түсті. Бұл сыйлықты сыйлау үшін үйіне бардым. Айдос кітапты алып қатты қуанды. Осы жерде сыйлық сөзі, таңдау сөзі, кітап сөзі, сыйлау сөзі және айдос сөзі және қуану сөздері барлығы қолданылды. Және соңғы тапсырма 31-ші жаттығу сөйлемдерді толықтырып жіберейік. Анама гүл беремін, айдың суретін саламын, өзімнің аяқ киімді тазалаймын деп керекті сөздерді қоюға болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыз.